Сәлем, ғылым әуесқойлары. Көз алдыңызға елестетіңізші. Мыңдаған жылдар бұрын ғарыштың кеңістігінде алып ғарыш империялары соғысқан. Жерде емес, тіпті біздің күн жүйесінде де емес, Сатурнның айналасында. Ғылым Сатурн сақиналары мұз бен тастан тұрады дейді, бірақ олар мүлдем басқа нәрсе болуы мүмкін бе? Ғылыми түсініктеме ме, әлде құпия теория ма? Ресми мәліметтер бойынша, Сатурн сақиналары негізінен мұз бөлшектері мен ғарыш тастарынан тұрады. Мүмкін жойылған айлардың немесе астероидтардың қалдықтары. Бірақ егер олар тек мұз бен шаң болса, неге олар соншалықты тегіс және жұқа қабат түзеді? Келесі сұрақ, бұл бөлшектер қайдан пайда болды? Кейбір ғалымдар Сатурнда белгісіз себептермен жойылған бірнеше ай болған деп болжайды. Бірақ ең қызығы, егер бұл табиғи процесс болса, неге тек Сатурнда осындай ерекше сақина жүйесі бар? Жойылған ғарыш өркениетінің белгілері ме? Енді мұқият тыңдаңыз. 1980 жылдары Voyager ғарыш кемесі Сатурн сақиналарын зерттеп, кейбір ерекше құрылымдарды байқады. Кейбір ғалымдар сақиналардың ішінде симметриялы шеңберлерді көргенін айтты. Бірақ ең таңқаларлығы, кейбір мәліметтер бұл сақиналардың өздігінен өзгеретінін көрсетті. Кейбір зерттеушілер бұл алып ғарыш кемелерінің іздері болуы мүмкін деп болжайды. Сонымен, үлкен сұрақ, қандай кемелер? Және олар не үшін соғысты? Құпия теория, сақиналар, ғарыштық соғыстың қалдықтары. Қиялымызға ерік берейік. Көз алдыңызға елестетіңіз. Миллиондаған жылдар бұрын Сатурн планета аралық соғыстың алаңы болған. Екі өркениет қақтығысып, бір-бірінің флотын жойып, қалдықтар планетаның айналасында сақиналарды құрады. Егер бұл рас болса, Сатурн сақиналары ғарыштағы жойылып кеткен өркениеттің ең үлкен дәлелі болуы мүмкін. НАСА бұл шындықты бізден жасырып жүрме. Кассини нені көрді? 2004 жылы Кассини ғарыш кемесі Сатурнға жіберілгенде таңқаларлық нәрсе болды. Ол бірнеше рет ерекше радио толқындарды ұстап алды. Кейбіреулері жұмбақ циклдік дыбыстар болса, басқалары электромагниттік импульстарға ұқсады. Бұл белгісіз ғарыштық технологиялардың қалдықтары болуы мүмкін бе? Тіпті НАСА ғалымдары да мұны бізге белгісіз процестер деп сипаттады. Бұл қандай процестер? Біз нені білмейміз? Тағы бір қызықты факт, кейбір зерттеушілер Сатурн сақиналарының табиғи жолмен пайда болуы үшін тым жас екеніне сенеді. Егер олар соңғы бірнеше миллион жылда пайда болса, біз ғарыштық шайқастың кеш дәлелін көріп отырмыз ба? Енді ойланыңызшы, егер миллиондаған жылдар бұрын үлкен соғыс болған болса, аман қалғандар қайда кетті? Олар басқа планеталарға қоныс аударды ма? Әлде олар біздің арамызда өмір сүріп жатыр ма? Қорытынды. Сатурн сақиналары тек мұз бен тас па, әлде олар жойылып кеткен өркениеттің үнсіз куәгерлері ме? Бұған ешкім нақты жауап бере алмайды. Бірақ бір нәрсе анық, біз ғарыш туралы әлі өте аз білеміз. Сіз не ойлайсыз? Бұл ықтимал теория ма, әлде тек қана ғылыми фантастика ма? Пікірлеріңізді төменде қалдырыңыз. Талқылайық.